Ерте заманда бір бозбала үйленуге ниет етіп, әкесінің рұқсатын алайын деп, асқан сұлу қалыңдығын ертіп келіпті. Әкесі қызды көріп, біраз үндемей қалады. Қыздың сұлулығынан басы айналса керек. Сосын, балам, мына қызға сен ие бола алмай қалатын сияқтысың. Одан да мұны маған бер, мен алайын депті. Баласы келіспей, екеуінің арасында реніш туындайды. Әкесі де қызды алмай тынбайтын сыңай танытқан екен. Әкелі балалы екеуі ары бері тартысып болмаған соң, әділдік іздеп қазға келеді. Мәселенің мән-жайын тыңдап отырған қазы қыздан көзін ала алмай тесіліп қарай береді. Сонан соң, мынандай қызды қолында билігі бар мемлекеттік қызметкер алмаса, сендер бұдан айырылып қаласыңдар. Байғұс қызға обал болар түрі бар. Бұл қыз сендерден гөрі маған лайығырақ, мен алайын деп жабыса кеткен екен. Өзінің қара қылды қақ жаратын әділ қазы екенін де ұмытып кетеді. Әкелі балалы мұндай ұсынысқа келіспейтінін айтып, екі жақтап айғайға басады. Сонымен үшеуі қызды үш жақтан тартқылап, уәзірден әділдік іздеп келеді. Оларды мұқият тыңдаған уәзір де қызды көргісі келеді. Көрген бетте оның да есі ауып қалады. Дауласқан адамдардың бәрін қуып шығып, қызбен оңаша сөйлесіп көреді. Қыз да қарсы емес екенін білдіреді. Бірақ қызды иеленіп қалғандар олжаларынан оңай айырылмайтынын айтып, дау тудырып, уәзірді патшаға қарай сүйрелейді. Қызды көрген патшаның да басы шыр айналады. Назарының бәрі сол сұлуға ауып кетеді. Ол да қызды бірнеше күнге алып қалып, мәселені асықпай шешетінін айтады. Оған қалғандары келіспейді. Дау қайта жалғасады. Соның бәрін тыңдап отырған ару ақыры төрелігін өзі айтып, уа жігіттер, босқа даурықпайық. Одан да ең дұрысы мен қашайын, сіздер қуыңыздар. Кім бірінші жетсе, мені сол алсын дейді. Басқалар амалсыз осы тоқтамға келіседі. Сонымен қыз жүгіре жөнеледі де, 5 еркек тұра қуады. Қыздың көйлегі көлбеңдеп, табаны жерге тимей зулай жөнеледі. Аңсары оянған делебесі әбден қозған ер азаматтар, тілдері салақтап, көздері алақтап, бақыттарына жете алмай ала өкпе болады. Бір кезде алдарынан терең ор шығады. Қыз ордан ойланбай секіріп өтіп кетеді. Қалғандардың бәрі сол орға құлайды. Бірде-бірі шыға алмайтындай болып, ордың түбінде қалады. Қыз айналып, ордың жиегіне жақындап келеді де, сендер мені таныдыңдар ма? Мен қу дүниемін ғой. Мені адамдардың бәрі иеленгісі келеді. Бірақ мені ешкім қуып жеткен емес. Сонда адамдар қайта шыға алмайтын терең шұңқырға құлағанша артымнан жүгірулерін қоймайды, дейді де бұрылып жөніне кете барған екен.